Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Мереке қарсаңында сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан клубника в шоколаде жасайтын боламыз. Сіздермен рецептпен бөлісемін. Өзімнің құпия рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жақындарыңызға сыйлық ретінде жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз құлпынайымызды міндетті түрде суық суда осылай жуып аламыз. Әбден жуып алғаннан кейін осылай салфетканың көмегімен құрғатып сүртетін боламыз да, біздің шоколадымыз дайын болғанша холодильникке қойып қоямыз. Енді біз шоколадымызды жасауға кірісеміз. Мен шамамен 200 граммдай осы молочный шоколад алдым. Водяной баняға қоямыз, араластырып тұрып ерітетін боламыз. Міндетті түрде осылай араластырып тұруларыңыз қажет. Толықтай ергеннен кейін водяной банядан алып тастаймыз. Енді біз темперировать етіп алуымыз керек. Жаңағы 200 граммға 50 граммдай осындай шоколадты қосып, тағы да ол толықтай ерігенше осылай араластырамыз. Шамамен температурасы 32 градустай болуы қажет. Сол біздің жұмыс істейтін шоколадымыздың температурасы сондай. Енді біз жаңағы құлпынайларымызды алып, осылай шпажкаға орналастырып шығамыз. Сонда бізде шоколадқа малып алуға ыңғайлы болады. Мен негізі микс жаңағы қорапшаларды жасаймын. Бананмен және осындай құлпынаймен жасайтын боламын. Енді жайлап осылай видеода көрсетілгендей құлпынайымызды шоколадқа осылай батырып аламыз. Егер посыпка себетін болсаңыздар, міндетті түрде қатпай тұрып, осылай бірден сеуіп қойыңыздар. Және де мен ақ шоколадыммен тура солай дайындадым. Осылай батырып аламыз ақ шоколадымызды. Мен осылай әртүрлі қылып жасайтын боламын. Ақ және түсті қылып жасаймын. Енді қалған шоколадыма осылай қызғылт түсті красканы қосамын, гелевый красканы. Осылай бір етіп араластырып аламын да, құлпынайымды да батырып шығамын. Шоколадымыздың дұрыс жаңағы дайындалғанын білу үшін осылай бізде шоколадымыз бірден қату қажет. Жаңағы құлпынайға жаққан кезде матовый түске айналады. Сонда біздің шоколадымыз дұрыс дайындалған деген сөзді білдіреді. Егер ол қатпай, нетпей тұрса, онда ол дұрыс дайындалмаған шоколад болып есептеледі. Ол сосын езіліп кетуі мүмкін. Енді осылай мен әсемдеп шықтым. Посыпкаларымды себеміз осылай өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Енді мен осындай капсулаларға орналастырып, бұндай жаңа капсулалар бүкіл жаңа кондитерлік дүкендерде бар. Енді подарочный жаңа сыйлық салатын қорапшамызға осылай орналастырып шығамын. Өте әдемі болып шықты. Әрі дәмді болып шығары сөзсіз. Мен осындай 8 наурызға арнап осындай сыйлықтар жасадым. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын, қыз келіншектер. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі кездескенше.